Бүгін сіздерді Жезқазған тарихи археологиялық музейінде көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін сіздер Қазақстан Республикасының Суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, музейдің үздік қызметкері номинациясының иегері, Қазақстан Республикасына ғана емес шетелге танымал суретші, қалпына келтіруші Исатаев Ерғазы Кенесұлы мырзаның шеберлік сабағына қатыстырып отырмыз. Бүгін сіздер кісе белдіктің жасалу әдісімен, технологиясымен, қыр-сырымен танысасыздар. Сондықтан жақсылап тамашалаңыздар. Ал енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз қолданбалы өнер. Енді қолданбалы өнер деп айтатын себебі де өзімнің ұстазым Дәркембай Шоқпарұлы кезінде осындай заттар жасап отқанын айтатын. Мынау жасаған заттың ертең қолданатындай болуы керек тұрмыста деп. Сондықтан да мынау кезінде әжелеріміз сырмақ сырып, текемет басып, ши тоқыды ғой. Соның бәрін тұрмыста қолдана білген. Аталарымыз да жаңағындай ер-тұрман әбзелдер жасаған. Сосын үйдің сүйегін кигізудің, оның ішін жабдықтарын жаңағы асадал, ас қоятын жерде кебеже, төсек ағаш, сандық деген заттар жасаған ғой. Соның бәрін жасап тұрмыста қолдана білген. Сондықтан да бұны қолданбалы өнер деп айтады. Енді бұл кейбір жерлерде айтылады, мысалы, қолөнер шебер дейді. Қолөнер шебер деген бұл тек қана мынау кәдесыйларды жасайтын шеберлерді айтады. Ал мына қолданбалы өнер шебер деген ол жасаған заты тұрмыста қолданады. Сондықтан да ол екіге бөлінеді негізі. Енді бүгінгі сабағымыз мен сендерге мынау енді аталарымыз кезінде мал баққан кезде, аңға шыққан кезде мынандай кісе белдік шапанның сыртынан буынған. Бұл кісе белдіктің ішіне кіретіні мынау кездігі. Мынау енді мынау қалташасы. Мынау енді кездік дейтін себебі, мысалы, аңға шыққан кезде, мал аралаған кезде жаңағы атамыз мысалы кезіп жүреді ғой. Сондықтан мына кездік деген сол атамыздың жаңағы мына белдігінің, кісе белдігінің қасында жүрген. Сондықтан да бұл бірге жаңағы атасының немен бірге кезіп жүрген ғой. Сондықтан да бұл кездік деп аталған. Енді мына кісе белдікке келетін болсақ, бұна негізі бұл шығу несі бұл кісен деген сөзден шыққан бір жағынан. Басқа бір жағынан қарайтын болсаңыздар, кісе белдік дегенде кісінің белдігі деген сөз. Сондықтан да мынау сырттан шапанның сыртынан буынатын белдік. Енді бұның енді тағы да бір нелері айта беретін болсақ, бұл кісе белдіктен кейінгі кемер белдік деген болады. Ол жалпақ болады. Оны енді шапанның сырты емес, мына көйлектің сыртынан буынады. Оның үлкен тапсырмасы болады. Қазір енді осы кісенің қалай жасалынатын түрлерін мен сендерге қазір кішкене көрсетемін. Содан кейін барып мына зергерлік жағына тағы алсам, мынау енді қыз балаларға арналған әдейі зергерлік бұйымдар алып келдім. Табиғаттан алынған дүние. Мынаны көрдіңіздер ме? Мынау гүлге ұқсайды. Гүлдің екі басы. Өйткені аталарымыз далада жаңағы киіз үйдің ішінде мал бағып, сыртта мал бағады ғой. Сонда жаңағы далада өсіп тұрған өсімдіктерден, гүлдерден алған осы өрнектің бәрін. Мынау қасындағы жапырақшасы. Мынау енді қапсырмасы екі жағында. Мына жерде де сондай өрнектер бар, мысалы міне. Мына ненің өзінде. Қынабының өзінде мына кездіктің ше. Енді соның бәрін сендерге алып келдім, ертең міне. Мына кездікке келетін болсақ, кездіктің міне. Мынау жүзі ғой. Мынау жүзі негізі суарылған. Суарылған деген сөзіміз бұл мынаны қыздырады да майға не болмаса суға салуған қыздырғаннан кейін. Сонда мына жер қатаяды, қатты болады. Мынау жұмақты сосын жүзі кете қоймайды. Сондықтан да мынау суарылған жүзі. Енді мына жерде біздің аталарымыз, әжелеріміз мысалы мынандай шеберлікпен айналысқан кезде төрт малдың терісін, сосын жаңағы сүйегін, мүйізін сондай осындай қолөнер бұйымдарды жасауға қолданылған материал ретінде. Міне мынау қойдың жілігі. Сол жіліктен міне сап жасалынған. Міне көрдіңіздер мына жерде. Міне. Енді мынаны қалған нелерін осындай әдемілеп әшекейлеп жасалынған. Мынау енді кісе белдіктің мынау несі материалы, бұл сиырдың терісі иленген. Бұл иленген сиырдың терісі, бірақ бұны жартылай иленген дейді, қайыс дейді.
құрым деп айтады. Құрым жаңағы мына аяқ киім тігетін нелерді оларды жақсы піскен тері деп бағалаған. Ал енді қазір мен мына жерде сендерге мына кісе белдіктің бетіндегі өрнектерді қалай жасалатынын көрсетейін. Мына жерде мынандай шықа тапталған темірді аламыз. Қазір мен осы жерде сендерге мына арнайы дайындап алып келгем. Мына жерде қазір мен сендерге көрсетейін. Мынау қалып дейді. Темірден жасалған, көрдіңдер ме? Темірден ойып жасаған. Енді осыны мынадан шығару керек қой. Тапталғаннан темірден шығару үшін мынандай астына мынандай қорғасынды пайдаланамыз. Қорғасыннан кейін мына қиямыз былай. Қайшымен қиып аламыз. Содан кейін бүйтіп қоямыз үстіне. Мынаны негізі аталық дейді. Ал енді мына жерде қарасаңдар, мынаны аналық дейді. Мына екеуі екі жерде. Сосын ортасына мынаны қойған кезде, мынаны бүйтіп ұрып неткен кезде мынандай пайда болады. Көрдің бе?